Сәлеметсіздер ме, менің YouTube көрермендерім. Бүгін бізде бүйректегі тастарды, тұздарды қалай тез ертетін, дәрі-дәрмексіз тез ертетін, тез қуықтан тез айдалып шығып кететін жаттығуларды жасап көрсетемін. Не себепті бүйрекке тас, тұз жиналатыны туралы да мен сіздерге айтып ескертіп өтемін. Бірінші жаттығуымызды мен сіздерге көрсетейін. Бірінші жаттығуымыз кәдімгі өзімізді жеңіл бос қоямыз. Денемізді кәдімгі бос қойып жіпсітіп аламыз. Бос қойып көзімізді терең жұмып. Кәдімгі дайындалуда болшы, бірінші дайындалу. Бірден ауыр жаттығуларды жасамаймыз. Кәдімгі дәл осы дем шығаруды, кәдімгі дем шығарып атқан кезімізде кәдімгі мынау осы екі қолымыз кәдімгі арт жақта болу керек. Көріп тұрсыздар ғой, жеңіл. Дәл осы бірінші жаттығуымыз. Денені жіпсітіп алу. Енді екінші жаттығуымызда кәдімгі қолды жеңіл көтереміз. Көтеріп, жеңіл көтергеннен кейін кәдімгі былай 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Бұны 30 рет жасау керек. Қазір жанынан да көрсетемін. Қараңыздар. Қолды көтереміз. 1, 2, 3, 4. Дәл мынау бел кәдімгідей айналмалы болу керек. Айналмалы болу керек. Şimdi қараңыздар şimdi. 1, 2, 3, 4. Көрдіңіздер ғой, дәл осы екінші жаттығуымыз. Міне, үшінші жаттығуымыз енді кәдімгідей өзімізді жеңіл қойып, аяқты дәл осылай ашамыз. Дәл осылай ашамыз аяқты. Осылай ашып, өзімізді бос қойған неде, міне, қараңыздар. Салбырап тұру бүйтіп. Кәдімгі өзім қой жүрген ғой бүйтіп ше. Тура осылай тұру. Кәдімгі міне, бос тұру. Тағы да 10 рет үстіп санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Кәдімгі мынау немізге. Қазір жаннан да көрсетемін сіздерге. Қараңыздар. Тура осылай тұрған жағдайда өзімізді кәдімгі бос қоямыз. Кәдімгі қараңыздаршы, мынау не? Осылай істеп көріңіздер, кәдімгі мынау бүйрекке әсер етеді. Бүйрекке әсер етеді. Бүйрекке әсер етеді. Мен өзім негізі бүйрек неден қуықтан тас алдырғанмын. Осы қуықтан тас алдырғанымда бірінші болып бүйрегім ауырған менің. Бүйрегім ауырғанда кәдімгі мынау неге өтеді. Әйелдер болса, енді мынау не жаққа өтеді, қуық жаққа өтеді, кәдімгідей. Әйел болсын, еркек болсын, сразу бүйрек ауырып атқан кезде сразу қуыққа өтеді. Ал егер беліңіз ауырып атса, ажыратып алу керек та, бел ауырып атса, мынау жауырын жақпен қосып ауырайды. Естеріңізде болсын да, обязательно да. Сөйтіп мен не қалған кезде бүйрегім ауырып жүрді. Оған вообще мен мән берген жоқпын да ше. Кейін қуығым ауырды, оған да не қылған жоқпын. Укол алып, дәрі ішіп жүре берген ғой. Кейін уже несінде уже болғанда бір 2 жылдай болып қалды, 2 жыл уақыт болып қалды да. Сол кезде уже мен не сие бастадым, қан сие бастадым, қан араласты. Сосын менде ешқандай белгі болған жоқ, көзім асты көгерген жоқ, басқа болған жоқ. Бірақ табандарымды бассам, кәдімгі азанғы уақытта табандарымды бассам, кәдімгі бұртиып тұрам ғой. Бұртиып тұрғанда бар ғой, кейін мына жақтарым, кәдімгі қуық жақтарым, кәдімгідей ісіп кетті. Ой, деп сомен
осы неден не қылғаннан кейін Ташкентке барып операция жасаттым. Жасатқаннан кейін маған айтты, осы жаттығуларды үнемі жасап, егер сізде деді уже тұз алдырғансыз деді, тұз алдырғансыз деді, уже тасты алдырдық деді, тас алдырдық, тұз алдырдық, бірінші тұзды түсірді, сосын артынша тасты алды. Сосын маған айтты, ол обязательно ағаннан кейін деді, егер біздің айтқанымызға, біздің осы айтып жатқан режимге бойсұнбасаңыз, қайтадан тас не алады деді. Әрі жаттығулар жасап жүріңіздер деді. Сөйтіп мен сіздерге дәл осы жаттығуларды сіздерге айтып отырмын. Енді 4-ші жаттығуымызды бастаймыз. Бізге ендігі жаттығуымызға сол керек болады, осылай. Дәл осылай не қыламыз? Қараңыздар. Дәл осылай қоямыз, кәдімгідей. Дәл осылай. Келіп, уже 4-ші, 5-ші, 6-ші жаттығы, уже 6-шысын не қылып жатқан кезімізде, уже жайлап аяғымыз, тіземіз жерге тие бастайды. Дәл осылай жаттығулар жасау керек. Ендігі жаттығуымызды бастаймыз. Ендігі жаттығуымызға бізге столчик керек болды. Мен отырып жаттығу жасаймыз. Қараңыздар, кәдімгідей ашамыз. Ашамыз кәдімгідей өзімізді. Ашамыз да. Былай. Бұл жаттығу әрі қуыққа да, әрі цистит болып жүргендерге де өте жақсы керемет пайдасын береді. Әр жаттығуды денені бос қойып жаттығу керек. Болда 30 рет жасау керек. Ендігі жаттығуымыз. Бізге ең соңғы жаттығуға осындай жастық керек болады. Бізде осыны жастықты жасап қойғанымызда жаттығуға өте керемет болшы. Міне, қараңыздар, дәл осылай тұрады. Бізде жатамыз кәдімгі. Жатқанда да былай. Көріп отырсыздар, кәдімгі осылай. Бұл жаттығу не үшін? Бүйректегі тоз тастарды ары бері жылжығанда, түсуі, еруі жақсы болады. Міне, қараңыздар. Оның арасында уже, міне. Терең дем аламыз. Сосын аяқты көтереміз. 1, 2. Кәдімгі мен бүйрегіме әсер етеді шы. Міне. Қараңыздар, енді екінші аяқ. Ары бүйрек неге де бел ауруына да жақсы бұл. Мысалға, бүйректің қан тамырлары негізі не ап береді ғой? Фильтрлап береді ғой қандарды шы. Сол осы жаттығу бүйректің несінің қанды тазартуға да өте жақсы. Тазартуға да жақсы, тастарды жіпсітіп, тұзды ерітуге де өте жақсы көмектеседі. Сосын аяқты ашамыз да, дәл осылай. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Бұл неге? Бұл да тура осы бүйрек қой. Бүйрек. Кәдімгі қараңыздар, кейбіреулеріңізде міне бүйрек төмен түсіп кетеді, тура сол бүйрек төмен түсіп кеткені. Негізі бір бүйрек төменде
бір бүйрек шамалы жоғарыда болады, байқасаңыздар. Ал сол бүйректен бірі вообще түсіп кеткен дейді, или болмасам екеуі де түсіп кеткен дейді, ол УЗИге барған кезде соның несінен ауырып жатыр деп айтады. Тура осы жаттығу сіздердің бүйректеріңізге өте жақсы көмектеседі. Сосын осы жаттығулардан соң бізде естеріңізден шықпасын, жаттығуды жасап болған соң обязательно аяқты ванна жасау керек. Не үшін ол аяқты ванна жасау? Біз қазір жаттығулар жасадық қой, сол жаттығуларымыз тасты ертуге, тұзды түсіруге. Соның есебіне уже тұздар уже қозғалып, жіпсіп жатқан кезімізде бізге аяқты ванна қылу керек. Қазір мен сіздермен сол туралы бөлісемін. Енді осылай міне суда келдік. Шамалы ыстықтау суымыз. Аяқты ванна жасау керек. Уже мен үйреніп қалғанмын. Иләжі барынша табандарымыз кәдімгідей осылай бату керек. Үйреніп алғанша енді дәл осылай қараңыздар. Обязательно осын жасаңыздар. Бүйрек тасының негізгі бүйрек, тұз, негізгі себептері, не үшін бүйрекке тұз жиналады, тас болады. Ас су ішу, зәр қоюланып, тұздар ерімей жиналып қалады. Сондашы ас су ішкеннен кейін тұзды, әші, майлы тағам көп жесеңіз, ағзада кальций, фосфор, оксалит секілді заттар көбейеді. Кофе, газы сусын, шоколад, шпинат сияқты өнімдерді де шамадан тыс қолдану. Бұл өте зиян. Егер менің YouTube каналым сіздерге ұнап жатқан болса, тіркеліп, лайк басып, коммент жазып өтіңіздер. Сіздерді тағы не аурулар мазалап жатыр? Не аурулар мазалап жатса, маған айтсаңыздар, мен сіздермен бөлісемін. Маған тіркеліп өтіңіздер. Сіздермен бірге болған Дариға. Бүйрек біздің ағзамыздағы ең маңызды мүшелердің бірі. Ол қаннан зиянды заттарды сүзіп, артық суды зәр арқылы шығарып, ағзаны тазартады. Сонымен қатар қан қысымын реттеп, су мен тұзды тепе-теңдігін сақтайды. Ал бірақ егер бүйрекке дұрыс күтім жасалмаса, ол тез әлсірейді. Мысалы, аз су ішу, тұзды және майлы тағамды көп жеу, суықта жүру немесе дәріні шамадан тыс көп пайдалану бүйрекке кері әсері етеді. Қан қысымының жоғары болуы мен инфекцияларда бүйрекке зиян тигізеді. Бүйрекке ауырғанда белдің төменгі жағы сыздап ауырады. Аяқ пен бет ісінеді. Кәдімгі көздің асты көгерген сияқты болып тұрады. Зәрдің түсі де өзгереді. Адам шаршап, әлсіздік сезінеді. Кәдімгідей біреу сөйлесе ештеңкені жақтырмайды. Бүйректі сақтау үшін суыққа отырмаңыз. Су ішуді ұмытпаңыз. Тұзды азайтыңыз және күн сайын аздап қозғалыс жасаңыз. Бүйрегіңіз таза болса, денеңіз де, көңіл күйіңіз де өте жеңіл болады. Бүйрек біздің ағзамыздың табиғи сүзгісі. Ол қаннан зиянды заттар мен артық суды тазартып, зәр арқылы шығарып отырады. Сонымен бірге, егер қан қысымын қатты көтерілетін болса, кәдімгідей бүйрек сыздағаны да білінбейді. Қан қысымы көтерілсе, бүйрек сыздағаны білінбей, қуыққа да белгі береді. Қуыққа не ауырса, бүйрек ауыратын болса, қуық ауырады. Қуық ауыратын болса, не болады? Кәдімгі цистит, простатит келіп шығады. Кәдімгі қуыққа тас жиналады. Егер деніміз сау болсын, бүйрегіміз таза болсын десек, біз не істеуіміз керек? Уақытылы әжетханаға
бару керек. Оны кейбіреулеріміз ұстап жүре береміз. Дәл осылай қазір барам дегеннің сөзінің астында үлкен проблемалар жатыр. Бүйрек неге ауырады? Суық тиген кезде қатты ауырады. Кейін аз су ішкен кезімізде вообще ол болмайды. Күніне көп 5 литрге дейін су ішуіміз керек. Әрине, ащы су емес, тұзды су емес, кәдімгідей фильтрленген су ішкеніміз дұрыс. Көбінесе дәрілерді де іше береміз. Бауырдікі бар ма, давлениянікі бар ма, бас аурудікі бар ма, қандай аяқ ауру, сондай дәрілерді ішетін болсақ, бүйрегіміз кәдімгідей отырып қалады. Неге дегенде бізге бүйрегіміз қанды фильтрлеп береді. Көріп жатсыздар ғой, мысалға міне қуыққа қалай жеткізіп береді? Нәжісті қалай жеткізіп береді? Тура солай фильтрлеп, қанды да дәл солай фильтрлейді. Түнгі уақытта көп су ішетін болсаңыз, азанғы уақытта тұрған кезіңізде көздеріңіз, мына қабақтардың асты көгеріп, ісініп қалады. Әсіресе 40 жастан кейін бүйрек қызметі жыл сайын 1%-ға төмендейді. Және бұл қалпына келмейді. Соның үшін бүйректі сақтау керек. Ал достар, менің берген ақпараттарым сіздерге ұнаған болса, маған лайк басып өтіңіздер. Мен істеген жаттығуларды жасап, бүйректеріңіздің күтімдерін күтіңіздер. Көріскенше сау саламатта болыңыздар.